Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Лавр жапырағын тамақ әзірлегенде тұтас салу және дайын болғаннан кейін қалдыру керек. Бірақ аспаз бұлай істеуге мүлдем болмайтынын айтады. Лавр жапырағын дұрыс пайдалану үшін, пайдалы және дәмді болу үшін, оның тамақ дайын болғанға 5 не 10 минут қалғанда салу керек және содан кейін оны міндетті түрде алып тастаған дұрыс. Әйтпесе эфир майымен бірге тамақ ащы болып кетеді. Бұл айтарлықтай мықты дәмдеуіш. Сондықтан оны тамақ ыстық болып тұрғанда салған жөн дейді аспаз. Ол ас қорытуды қалыпқа келтіріп қана қоймай, тәбетті жақсартады. Қан тамырларын тазартып, қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзадағы қабынуды басады. Әсіресе буындардың қабынуына жақсы әсер етеді. Сондай-ақ лавр жапырағы денеден тұздарды кетіруге қабілетті, салмақ жоғалтуға көмектеседі. Иммундық жүйені нығайтады және жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар антисептикалық және антифункционалды әсерге ие. Лаврдың емдік қасиеттері мұнымен шектелмейді. Сарапшылар аталған өсімдік шашымыздың күйіне әсер етіп, тіпті қайызғақтан арылуға көмектесетінін айтады. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы өте көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лавр жапырағы мына аурулардың алдын алуға көмектеседі. Ол диабет кезінде. Лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стақан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стақан салқын су құйып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут ұстаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестеде ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып, қайнатып, бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады.